Сіз жаңа мемлекеттік айыптау тарабы сұрақ қойды сізге. Не үшін сіз Дезиді жаңағы ана пышаққа құйып, жаңағы шын асыл жуған білдіңіз бе деп? Сол кезде сіз не деп жауап бердіңіз? Мен жуған білген жоқпын. Дизи капотта тұрған, Абзал еңкейіп тұрған, қолын сүртіп па, оны нақты білмеймін. Сосын маған айтты, Дезиді бере саш деді. Соны жарайды деп бере жатқам, құйып жіберші деді. Сонымен құйып жатқам, өзі мен шынымды айтайын, бір қолымда темекі тұрған, мен байқаған жоқпын не екенін. Сонымен құйып жатқаннан кейін қарағанда пышақтың жүзін көрдім. Сосын қолына бердім де кетіп қалдым. Ал тергеу барысында шын асыл сізге не деді? Беттестіру кезінде? Беттестіру кезінде, иә, қолымда пышақ болды деп айтты. Қандай мақсатта суды құйдыңыз деген кезде жауабы қандай болды оның? Қол іздері кетіру үшін деді ма? Іздер қалмау үшін деді ғой деймін. Құрметті сот, назарыңызды аударуды сұраймын.